Төсіңдегі тау мен ай. Кейбіреулер менен төсінде екі қабат болудың белгісі қандай деп сұрайды да, әрекет етсе алдымен деймін да. Сол сияқты адамның арманын түсте екі белгісі бар. Ол тау және ай. Ай мүмкін еместің символы. Ай мен күнде екенбіз, көктегі жалғыз ай дегендей әндер бар ғой. Яғни айды қол жетпес, орындалмас арманға теңейді. Демек төсіңдегі ай ол орындалмас арманның орындалатыны. Енді ол қалай түсіндірейін? Бір кісі 100.000 теңге айлығымен жүріп, маған үй алу қайда деп үмітсіздікке салынатын болса, бірақ жұрт құсап үй болғанын қалайды, армандайды. Біреу сыйлай ма, кәрі апасы кетіп байқамай үйлі бола ма, осындай әрекетсіз орындалған арманды төсіңде ай белгісімен көресің. Қысқасы ай көрсең үй аласың, мысалға сай. Ал енді тауда арман, орындалатын арман. Тау неге арман айта кетейін, биікке шығу символы болған үшін. Оның үстіне қазақта әке асқар тау деген сөз бар. Оның себебі ешқашан сен әкеден биік бола алмайсың. Сондықтан біреу түсінде тауға шықса, арманына жеткені деген сөз. Бұны айдан айырмашылығы жаңағы 100.000 теңге айлығы бар адам үйтіп ипотекаға жылдап миллион құйып тастап, әйтеу ондаған жыл дегенде үй алды. Яғни әрекет етіп арманына жетті. Міне сондықтан төсіңізде тау мен ай көрсеңіз, арманыңызды қарсы алуға дайындалыңыз. Арманыңыз орындала берсін.